Достар, тиктоктан бір зат алып жатырмын, өте керек зат, өйткені менің мамамда сондай проблема бар аяғында. Енді қараңыздар, инструкциясымен барлығымен келдім. Мына жерге қарасаңыздар түсінесіздер, мына аяқтағы бәшай, аяқтарыңызда сүйек болады, соны қалай түзеу керек. Бәрі жазылған, өзінің осындай қапшығымен келеді. Кеттік. Міне қараңыздар, мен аяғыма киіп, уже бәрін түзеп алдым. Мына жерден былай бір алып, мына жерге бір тартасын, жабысқақпен астына қарай 2 тартасын, сосын көлденеңнен алып, мына аяғымен мына жаққа әкеп, тағы да 3 рет тартасын. Мына жерге киген кезде тағы да бір тартасын. Мынау мінекей көрдіңіздер, мынау бәшайды былай алыстап, мына жердегі сүйек болады ғой, соны түзету үшін, аяқты тік істеу үшін. Осындай тамаша керемет зат. Өйткені мен білем, көп адамдарда проблема бар. Мына жерден сүйек шығып кетеді, аяқтар ішке қарай майысып кеткен, мынау үлкейе береді. Мынау соны түзейтін нәрсе мінекей. Мынаны басасын, алыстайды. Бұны тек қана жатарда, түнде ұйықтаған кезде ғана қолданыңыз. Үйде жүргенде жалаң аяқ үшін болу керек қой. Және де ол 1-2 күнде кететін дүние емес, 2 ай көріңіз, 3 ай көріңіз, ешқандай медицинасыз, емірші осылай көріңіз. Комплектпен келеді, мынандай заттармен бірге. Міне көрдіңіздер ғой. Резинасы мына жерде қажамайды, мына жерде резинасы бар. Сосын мынандай мынау жыртылатын болса, мінекей тағы да бір қосымшасын салып жүрген. Керек болып жатса, общем, керек жіберіш деген сияқты жазасыздар. Мен сосын қараймын, қанша адам бар, соған қарай жіберуге тырысамыз, общем. Мінекей, осындай тамаша зат.